Мынау қазылар алқасы өздерінің алдында үлкен бағалау, парақ отыр, көріп отыр, сөз танитын, ел танитын азамат. Қазылар бағасын өздері қойып отыр. Ал ақындар. 2 жүрген, мен де сол ізбен жүрген. Ақындарда арман жоқ бізбен жүрген. Тұрарда ортамызға келіп отыр, Жүкең мен Әужекеңдей жүзбен жүрген. Біз емеспіз күдерін үзген мерген. Жеміс төккен бірдей ғой күзбен кеудем. Ақындардың балын неге бермейді деп ағамыз айқайлады біз көргеннен. Қазыларда халықтан асып кетпес, қошеметтен не артық сіздер берген әйгер. Ағамның сөзін жисам ұлтқа бекем, белімді жазған кезде бұлтқа жетем. Қасиетті айналайын ордабасы, талай тұлғалар шыққан екен. Қазағым бір кездері басын қосып, қасиет осы жерден жұққан екен. Баяғыда бір кісі қос қолына күрек ап қара жерге тыққан екен. Дарияның қасынан құдық қазса, сол дарияның өз суы шыққан екен. Біздікі де дәл сондай тірлік болды-ау, қадамымды қай адам құптар екен. Осындай елге келіп сөз бастаған балаларым Ниязов Мұхтар екен. Ордабасы елімде жыр айтатын, менің де жүрегімде түк бар екен. Беретін салт пен сана ғұрыпқа мән, артта жатқан салты жоқ тұрып қалған. Осы жерде алталаш басын қосып, жақсылықты жүрекке құлыптаған. Рәміздер күн емес пе бүгінгі күн, жөн болады көңілді суытпаған. Әнұраным шырқалып биіктерден, жан қалмасын жүрегін жылытпаған. Көк байрағым әрдайым желбіресін, берген дұрыс мұндайда рухқа мән. Ел таңбасы қазақтың асқақтасын, қондырмасын халқымды суық боран. Ордабасы халқына мың рахмет, қадамдарды жасамай құрып қалған. Рухыңды көтеретін рәміздерді атасының өнерімен ұлықтаған. Айтыс деген ақынның қарызы ғой, сахна деген ең үлкен дәлізі ғой. Талай шындықты айтқан ауыз, біз білетін Бекеңнің ауызы ғой. Мықтылармен қарасан салыстырып, бұл кісі осы айтыстың аңызы ғой. Бүгінгі аңызым деп құрметтесек, ертеңгі сахнаның ауызы ғой. Сондықтан да Бекеңге қол соғайық, қол соғуда халықтың қарызы ғой. Ертаңға әнұранмен ту секілді, бұл кісі де
айтыстың рәмізі ғой Бекен келсе өлеңді селдетеді, тоқтамай дауылдатып желдетеді. 20 жылдан аса болды айтысқаным, бұл кісіден жалықпай меңдетеді. Бұл кісіден мынаменен жалықпайды, өлеңді қатаршығым өрлетеді. Бұл жақта кіммен шығам деп ойлап ем, қарсыласқа баратын жол жетеді. Қайтадан сол ағамды таңдап алдым, таяқтан шаршамайды пендетегі. Неде болса барайын тәуекелге, белбеу көтер демесе бел кетеді. 300-дің басын қосқан осы жерде, ағаммен бір шайқассам нем кетеді. Әр сөзінен шашыраған метан ұшқын, өзіңнен өмір бойы тек алыстым. Осы жолы ешқандай сыйластық жоқ, көңіліме қарамай не достың, не таныстың. Ағайын сіздер қолдап отырсаңыз, келеді тоқтамастан жоғары ұшқын. Ал ендеше бастайық бір айқасты, өзіңнен алып келеді ғой көп алысқым. Жағасына келгенде рекарыстың, жағасынан алайын бекарыстың. Басқа шайқас реті келмей жатыр, қазақтық айтыстар көп емес қой сендей батыр. Кейлері деп атайды барлық ақын, қайсысы оғымыздан өлмей жатыр. Өлмейтін сөз айтасың, өлмейсің ғой, тұрған жоқ жаныңызда сенбей бақыр. Кезегіңді берейін олай болса, қандай ақын кезекті бермей жатыр. Темірланға келгенде ал ендеше, тағы бір сөйлеп көрші терминатор. Қазылар қайда дейсің бал беретін, демеушің алдыңда отырып ал беретін. Ең бастысы алталаш аман болсын, ақындардың бағасын дәл беретін. Азаттық армандардың бастауы ғой, ал оны қалай тарих растады ғой. Тарихыма тағзым жасасын деп, Темірлан ортаға ой тастады ғой. Айтыстың тақырыбы ордабасы, бірлік пен берекенің бастауы ғой. Мынаның бірлікпенен шаруасы жоқ, жағаңнан аламын деп жасады ғой. Айтыстың мәні менен мағынасын бір сәтте тасталқанды тастады ғой. Қонақты қойдан жуас болады деуші, біздің қонақ құтыра бастады ғой. Қатырасын келесап тақылдауды, тыңдарманға білесің жақындауды. Құдай маған тағы да кез қылды ғой, Ниязы Мұхтар деген ақылманды. 20 жыл болды тыңдап жүргеніме, жағаңнан алам деген сапырманды.
Бірлік пен берекенің төрі деген қою керек металды шақылдауды. Ордабасы ешқашан кешірмейді берекені қашырған ақындарды. Ерекше жырласам деп ел ұратын, шайырлар топқа қосты кер қылатын. Керменен бірдей шыққан кіл жүйрікке құдайым құлагердің бер қуатын. Саған келіп қазақтың жайсаңдары, саған келіп қазақтың жайсаңдары, айтқан сөзін осында жөн қылатын. 300-дің жақсысы мен қасқалары, отырған жерін түгел төр қылатын. Солардың қасиетін, өсиетін ел едің ұрпағына жол қылатын. Мұндай аудан көп емес айналада тірліктің төрт аяғын тең қылатын. Алдырып алқалаштың ақындарын көңілінің төріне қондыратын. Ұлағат ұғып өскен ұлылардан бұл елдің бар адамы ірі болған. Бұл сарай қасиетті құтты сарай, Көкбай менен Тәушеннің жыры қалған. Әселхан Әсия мен Қонысбайдың, Есенқұл Шорабектің үні қалған. Қайғы жылы осында айтыс болып, қалың ел орын таппай тұрып алған. Айтысқа кіре алмаған көрермендер ана отырған есікті жұлып алған. Айтысқа деген ыстық пейіліңді сол кезде-ақ бір аталар біліп алған. Ей жұртым, аманбысың кең сарайға, есіктің аманында кіріп алған. Жырменен қайраушы едің жігеріңді, ешқашан үзбеуші едің күдеріңді. Айтыс үшін ешқашан аянбаушың, тағы түрткеніңде білегіңді. Есікті жұлып алмай тұрғаныңда, төбеңнен төгейінші тілегімді. Айтысқа деген адал ниет үшін айрықша жақсы көрем бұл өңірді. Ақынды құрметтейтін көрерменге жұлып бергің келеді жүрегіңді айқаяғы. Жасалған айтары болсақ жұмысты біз, ынтымақпен кіреді ырысқымыз. Ордабасы тауына ескерткіш сап, бірлікті бекемдеуге кірістіңіз. Өмір бойы ұлт жоғын жоқтап өткен ұлыларымен келеді ұғыстыңыз. Әнұранның авторы Шәмшіге де аллеясап жақсыға жұғыстыңыз. Рәміздер алаңын ашып бүгін барлығын түгелдеуге тырыстыңыз. Көк туды төбесіне көтеруге көк туды көтеретін міндеттіңіз. Төбеге көтеруге ұлыстыңыз. Бірлікті қадірлейтін өздеріңдей ежұлды қадірлеуге тиістіміз айқаяға. Айтыстың шыға қалса аты қайдан, құлпырып төбе шашы қоқырайған. Амештен кеп отқан
Muhtarjanға әуелде аулақ едім Соқыройдан, келесі жағаңыздан алам дейді. Апырай барып болған Дәтіғайдан, әр сөздің өзі реті болмайды ма, айтыстың дегенменен затымайдан. Жан-жағын жапыратын шәңді ұсат, құлағынан айналдың жапырайған. Оқалақ болған өкіс секілденіп, мінезімнен айналдым оқырайған. Сөзіңнен айналайын салдыр күлдір, көзіңнен айналайын бақырайған. Әртүрлі болжаймыз ғой әр таласты, жастар өсіп келеді санса бәсті. Қош келдің деп қол соғып қояйық та, Ақмешіттен кеп отқан arkadaşlar. Айтысқа кімдер келеді деген кезде біреулер шаршақты ғой, шаршамасты. Алдыменен Мұхтарды шақырсын деп осында біраз адам анталасты. Нұрмат үшін таласса түсінерім, өз басым түсінбедім сол таласты. Талғанға талас жоқ деп қауып айтқан, біреулер аңсайды ғой, аңсамасты. Тұрар ұсақ дәу болса мақұл екен, жұрттарына осы үшін жан таласты. Қарабұлақтың барсаңдар базарына толып тұр ғой осындай палтарашы. Не көрмеген бас қой бол, аман болсам, әлі талай көрем ау фантамасты. Ақыры келген екен қажай бермей, осымен тоқтатайын дау таласты. Ыржиып жатсаға өлең айтып, ырза қылса болды ғой алқалашты айқайға. Мінезің бір түрлі екен қыңырайған, ағама мен таң қалдым тымырайған. Бақырайған көзімнен айналам деп қауып алып отырсың мұны қайдан. Бақырайған көзімді көріп тұрған, көзімнен айналайын сығырайған. Сығырайып көрместі көреді екен, тымырайып терместі тереді екен. Өгіздегім қой дедім мына мені, осы сөзден ал не нәрсе өнеді екен. Қарабұлақ базарында толып тұр деп, айтқаныңа ағайын сенем екен. Мұны қайдан әкелдің деп ұрсасыз, ондайыңа тұрарым көнем екен. Ағайын мен бекеңе шыққан қалдым, осыны ел алдында өлең етіп, Қараспанның тұсына кеп қалдым деп, Қараспанды төндіре береді екен. Өнеріңді қалың ел биіктеткесін, өнеріңді мынау ел сүйіктеткесін. Палтарашқа адам деп қоймайсың ғой, қайтем жақсы сөзін ағам қиып кеткесін. Қанияғанды көрсеттім алды отырған, дәлмендей ол кісінің иқтеп кесін. Бойымыз сол кісімен бірдей екен. Білеміз енді Құдай биіктетпесін. Маған атқан оғымыз айналайын, алдыңда спонсорға тиіп кетпесін. Қайта-қайта түйрейсіз досыңызды,
13 жастан істеген кәсібін қой. Сондықтан да құрметті басыңызға ордабасы ақындарды құрметтейді. Айдар болсақ жүректер расымызды, Қызылорданың бір атауын орда дейді. Қояйын өлеңімді қосып бізге, сондықтан ордабасы құрметтейді. Ордадан келіп тұрған басымызды көзбенен қалың елді құшып тұрсын, сөзбенен сөздің майын ішіп тұрсын. Кейінгі ақындарды ұнатпайтын алдыңғы ағаларым пысық құрсын. 13-те осы жерде топқа түсіп, ақындардың аузын ысып тұрсын. Талай ақынды қаңғытып жібердің ғой, ит қылсыз сахнада күшік болсын. Шығаса да жағасынан жармасасың. Ол бір күндер есіңе түсіп тұрсын, ендіге берекені қашырма деп, неге бүгін аспаннан түсіп тұрсын? Халықты қалаяға арқандайсың, алдындағы ұстайтын қалғандайсың. Айтыстың басты шарты айқасу ғой, ағайынмен түскенде алқандайсың. Өзіңде көкпар тартар жігітсің ғой, мұн сөзімді айтқанда таң қалмайсың. Айтыста сол өнердің көкпары ғой, көкпарды сыпайылап тарта алмайсың. Сөзімді аламанға қосалғанмын, өлеңін неғыламын босандардың. Мен байқаймын ағайын рухы мықты, көп осында тұрады-ау асаулардың. Рәміздерді күнінде желбіреген, көк туынды қалайша баса алғанмын. Ордабасы атын жиі естіп жүрем, шабытты осы ғой баса алған күн. Аз екен топ басында жүреді екен, қатарында жүрмейді нашарлардың. Ордабасы ауданы бар жағынан, осы емес пе ағайын асалған күн. Сондықтан әкімдерің мықты болса, демессің биіктерге қашан бардың. Нағыз қазақ домбыра айтыс болса, нағыз азат аудан әкімі осы ауданның әйгерді. Шама келсе демессің аяқтатсың, мен қалай сөздерімді таятпаспын. 13 жаста мойныңа галстук орап, мынау елге пионер боп таяп қапсың. Сол кезде құрмашаған алдан шыққан, қалай інсін ол кісі таяқтатсын. Сөзімді әрі қарай жалғайыншы, апамды әңгімесін аяқтатсын. Өлең болса ақынның жуған кірі, шығады шайырлардың думан дүні. Ағайын сөз басында айттық жаңа, бүгін Құрмаш ағаның туған күні. Бұл кісі мықтыларға болды лайық, ішінде қар өлеңге толды қайық. Әрдайымда жолынан жығылмаған, осы емес пе Құрекең Жолдыбайып. Жолдыбайып секілді азаматқа аямай ағайындар қолдырайық. Биіктердің барлығын алдың өтіп, көрмессің көңілімді сәл жүретіп. Бүгін Жамал жеңгемнің де туған күні, қарайтын саған көзім мөлдіретіп. Жеңешем туған күнін тойлап жатыр, ал өзің осы жаққа алдың өтіп. Айтыс десе ештеңеге қарамайсың, асқа
шаһарлардың барлығын таудың өтіп жеңгемдеге туған күнде тастап кеттің қарақат көз қарағым жәудіретер уәкилер Көп сөзге беремін де бір мағына. Ағаңды ілмек болып тырнағына. Қошемет қып жатсың ғой құрмаш деген. Кешегі көп байлардың жұрнағына. Жолдыбай құрмаш деп бір қайтардың. Осы сөзің ұшырар сыңдамына. Бұл ағасын құттықтап тұрғаны ма, жоқ әлде мазақ қылып тұрғаны ма? Жылқыбай құрмаштай ағаңызды жол болсын Жолдыбай қылғаны ма? Мұны қалай әзілге тең емеспін. Ер қадірін білмейтін ел емеспін. Жеңешемнің туған күнін тастап кепсің, деп басын бастамақсың төбелестің. Жеңешемнің туған күні болып жатыр. Тақырыбы болмайды ол ерегестің. Арыстай ағам мұнда тұрған кезде туған күнін қалайша елемеспін. Әйелінің туған күні болып жатса, әлемді ұмытатын сен емеспін. Бірдеңе ақ қалам деп ілінгеннен, Құдай өзі сақтасын сүрінгеннен. Кеше келдім құттықтап Құрекемді, туған күнім арнайы бүгін келген. Келіншегімнен ағамды артық көрсем, ол туралы айрықша оң келген. Бірінші боп ағамды құттықтаймын, Құрмашты Гүлжамалдан бұрын көрген. Сондықтан дермен қарай бұр бетімді. Ыржиған сүрермек суретімді. Ағаңызға соқтықпай тұрып Мұхтар, тигізуді біліп ал кімге тілді. Жамал тұрып ағамды құттықтасам, атқарғаным інілік міндетімді. Осыдан ақ байқайдыр қалың елім, Құрмашқа деген ұлы құрметімді айқаяға. Басқадан басы биік бір бас биігі, біздермен әріптестер сырлас деді. Ол жұртқа жай Құрмаш көп естілгенмен, мен үшін Құрмаш ақын Құрмаш деді. Елдің бәрі Құрмаштай болса керде, мына дүние гүл жайнап тұрмас деді. Осыларды тудырған орда басы, қай жағынан алсаң да бір бас еді. Барлығын жарататын бір Аллам ғой, ақиқат адастырмас шырағыдан ғой. Орда басы деген жер тасын түртсең, тарих боп сөйлейтұғын шығарман ғой.
желі қандай, адамының білегі жуандау ғой. Қауыны мен қарбызы тәтті болса, маңдайдың теріменен суарған ғой. Сегізтаңнан қымыран ішіп алсаң, секіріп шықпасына күмән бар ғой. Қараспанның тірлігі екі бастан, Көкбайдың өлеңіндей мұғалдау ғой. Азақты қалған жылдар шұбар суға, қандастардың бастары құралған ғой. Аяқ-аяқ ауылды сол қандастар, ет айтулы бір ауыл қып алған ғой. Аналары шетінен алтын құрсақ, жігіттері шетінен қырандар ғой. Ұрпағыңды көбейтем десең егер, шұбар суға бар деген ұран бар ғой. Атауы ауыл болып тұрғанменен, шұбар судың бір өзі бір аудан ғой. Аяғы еш атақ шықпаған жаман сырттан, артық жер баяғыдан бадам жұрттан. Қайбір жылы бадамның маңайынан мұнай шығады дейтұғын хабар шыққан. Өндірісі өркендеп өз алдына, елге қажет қаншама тауар шыққан. Қырға барсаң бидайы жайқалып тұр, ұн қандай, кебек қандай одан шыққан. Сол бидаймен толған соң жілік майы жылқысының қазысы табан шыққан. Ордабасы дейтұғын атауменен, Ордабасы қошқарың анау шыққан. Қыштың да жетатасы содан шыққан, құстың да жетатасы содан шыққан. Мал мен құсын түгелдей беріппін ғой, ол жерден неше түрлі адам шыққан. Мысалғы бір екеуін айтар болсам, серпіліп сералыдай ағам шыққан. Ал қалашқа әйгілі одан қалса, майысып кәримадай мадам шыққан. Аяғы біреулерге тыңшылық дариды екен, біреулерге сыншылық дариды екен. Кешегі ат сыншысы Толыбайдай, Ордабасыда тұрады әби көкем. Өз көзіммен көрген соң айтып тұрмын, апырай адам мұнша таниым екен. Әбинен таныс болған адам бірден, көп ұзамай тұлпарға жариды екен. Ол кісінің қасиеті шын тұлпарды бір көрсе күндік жерден таниды екен. Ат іздеп Қырғыздан да, Орыстан да, қырдан да, жайлаудан да, қорықтан да. Мен мұндай ат сыншысын көрген жоқпын, жолы бола беретін жортқанда. Әбидей көкелерді сағынасың, әбидей көкелерді сағынасың. Тамаша тұлпар іздеп қорыққанда, ат танымақ түгілі қасындағы, ағасын танымайтын қасындағы, мынадай жігіттерге жолыққанда. Аяғы Ақыт өтіп кеткенін ал көрмеппін, қосайын өзімдегі жәрдемгекпін. Фамилиядан шатасып кеттің ғой деп, қалайша мен ағама әл бермеппін. Құрмаштың аты бренд болғаннан соң фамилиясына аса көп мән бермеппін.
Өлеңді мұндай тұста өреміз ғой, ағамыз не десе де көнеміз ғой. Ағайын өз қолымен қолын соқса, жалындаймыз қалайша бұндайда сөйлеміз ғой. Жылқы байыпты қайта қоймай тұрсын, жылқыға бай болып жатса көреміз ғой. Ал беке осы жерге жеткенсің ау, жоқ еді көкейімде көптенсің ау. Әйелімнен ағамды артық көрдім дегенде сәл енді неткенсің ау. Мен сен ешкімді бет алдына мақтамаушым, күздің жайын ойлайтын көктемсің ау. Әйеліммен байқаймын ақылдасып, осы жаққа жайменен жеткенсің ау. Ағамды мақтап сабыр етсең, туған күнге басшыда келем деп кеткенсің ау. Қол аяқты өлеңмен матап шықтың, жас күніңнен біздерге апат шықтың. Бас жүлде аласың ау, осы жерде анардан басқа қазына атап шықтың. Жиі осында сапарлайсың, бек арыстай төгесің, қақарғайсың. Анау-мынау қозылар кіре алмайтын, арыстан жатқан өзің апандайсың. Құрекеңді артық көрем деп отырсың, әрине мақтауына ақалмайсың. Әйеліңе жылы сөз айта салса, ел алдында айтқаннан қақалмайсың. Әйеліңнен бұрын көрдім дегенменен құрекеңді құшақтап жата алмайсың. Мынау елдің ағасындай, ішінде жасырадың аласындай. Ел ішінде жүрген соң елеусіз боп, кім беріп жатыр оның бағасын бай. Бөгенсіңді өлеңнің бөгені ғой, қаншама өзендердің сағасындай. Шәкірттерді тәрбиелеп өсірсегер, кемшілікті бойына тағасын қай. Әуезовтің құрмашын білуші едік, артында қиындық бар, ал осындай. Бұл құрмаштың алудан айырмасы, береді мынау халық бағасын бай. Бұл құрмаштың өсірген көксерегі, арыстан болып кетеді дәл осындай. Жөн болмас бұл мұхтардың тосылғаны, халықтың да қошеметін бос тұрғаны. Ақбегі деп ағамыз осы жерде, сейіс айтып көңілі қасымданы. Ағасы нәбиді айтса, олай болса, ғаниді мен айтайын осындағы. Ғанекер айтыс десе қажырлы адам, айтса ғой дәл осындай әзілді адам. Ұлт өнерін биікке көтереді, бай емес қатардағы бажылдаған. Осындай азаматтар аман болса, сақтайды сөзімді аман, сазымды аман. Айтысты алдын ашып жүрсе әркез, әрине алдымнан ор қазылмаған. Көп байдың елі неге отырмыз ғой, бар ғой сәл айтысымды созу дәмін. Көп байдың айтысына қолдау беру, көп байдың маңдайына жазылмаған нәбилер. Жақсынылер алдыңды кес өтпейді, ал жамандар артыңнан өсөктейді. Ағаң жақсы болғанмен, бірақ саған құшағы бола алмайды, төсектейді.
адамдар әйелдің құшағымен есептейді. Дұрысы ол жағына бармағанда, інімнің талғамына таңғалам да, құшағында өскен мен құрмаштардың, Мұхажан сен білмейтін зар заманда, бұл күнге жетер едім, жетпес едім. Аяқтан шалып сонда қармағанда, көксерегім арыстан болар еді, құрмаштардың құшағы болмағанда айқаяғы. Күніге болған менен, күніге көрсем дейді елім думан. Қағатын жөнің жоқ қой сенің бұлған. Ол рас ғани жайлы дұрыс айттың. Ол талай тірліктерді керім қылған. Ол белбеу күресінің басшысы еді. Қаншама палуанның белін буған. Артына жалтақтамай жүрсе екен деп, жүрісі мен тұрысын тегін қылған. Аға тіреп тұрған соң арқасында, оларға сол спортқа көңіл бұрған. Шынығып өссеген деп шыбықтайдан, барлығының жүйкесін темір қылған. Арыстай болсыншы деп, жас балаларды арыс пен боралдайға шомылдырған. Апайтөс ағалары тұрғаннан соң, бала көп боз кілемге көңіл бұрған. Қаранарлар шығады темірланнан, Қажымұқан атасының жолын буған айқаяғы. Темірлан нарқалқын алтыныммен жезімедің, мойынымды өзіңе созып едім. Көп байлардың барында қар өлеңнен, барша жұрттан оқ бойы озық едің. Қолыма қара домбыра алып, жасыңнан жер жаһанды кезіп едім. 6 класында осы жерде қанатымды қатайтқан өзің едің. Беттен қақпай белімді буған елім, мен сенен қалай ғана безінемін. Содан бері дәл осы төрге келсем, ет жүрегім езілемін. Өзгені қайдан бірақ сені көрсем, өз үйімде жүргендей сезінемін айқаяға. Өмірден көшкенменен көп байларың, көңілден көшпейтұғын көп қойларың. Атағыңды шығарар алталашқа, ағайын аман болсын атбайларың. Ынтымағын берекесін арттырар мына жұрттың, бірлік пен ынтымақ қой бақтайларың. Дәл бүгін көк аспанда желбіреген, тұғырынан түспесін көк байрағың айқаяғы. Ағамның шығып жатыр сазы қалай, төгіп тұр жан-жағына әзіл арай. Құрекеңді құшақтасам құтты болсын жүрімде, сол құшақтарың ажырамай. Айтқаның қар өлеңнің қаймақ еді, бұл бекең талай топта сайрап еді. Мұнда тек құрмаш қана туған жоқ қой, жүздерің жарқын еді, жайрап еді.
Sen өсірген осында құрмаш болса, мен өсірген әбілді аймақ еді. Атымақтан, талайдан қорған болған қақырақтан, ең алғашқы өлеңіме бата берген, ағамның да мен үшін атымақтан, сондықтан жатқан жері жайлы болсын. Жан еді өн бойынан ақыл аққан, Манаптың ел жұртына кеп тұрайық. Манаптың ел жұртынан кеп тұрайық, көп бай шыққан баталып топырақтан. Әбділданың еліне кеп тұрайық, әбілдадай атам шыққан топырақтан. Ағайын түскеннен соң алқанашын, аттың басын қалайша тарталасың. Жағаннан ап айтысты бастап едім, кеңісін деп керемет арқа басым. Есесіне қанша сөз шықты сенен. Ордалы, ордабасы ортаңашын, тұрарға тұрардай бауырыма мың рахмет. Дайын тұрар суыда сорпадашын, Азаттай әкіміңе мың рахмет, тағы рахмет айтайын алқанашын. Ғанидай ағамызға мың рахмет, жақсылардан қалайша жалтарасың. 300-дің басын қосқан ордабасы, тойларымыз торқалы, қарқамасын нәгиға. Рахмет, бір қызы қошымет білдір қойсаңыздар. Бекаш Шойбеков, Мұхтар Ниязы, үлгі алғысын береміз. Қазақ айсының қос тоқтысы бүгін алдарыңызда тамаша өнер көрсетті деп ойлаймыз.